Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте керемет салат даярлайтын боламыз. Келесі рецепті менің каналымнан жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Ең бірінші салатқа керекті заттар: тауықтың асылған төс еті, 2 қияр, пияз, чеснок, жартылай ащы бұрыш, кинза, соя соусы, тәтті бұрыш, тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және зәйтүн майы керек болады. Достар, сонымен салатымызды әзірлеуге кірісеміз. Ең алдымен тауықтың төс етін осылай ұзынша етіп турап, тереңге отызға саламыз. Татымына қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш сеуіп, 3-4 ас қасық соя соусын құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып қойып қоямыз. Бұлай қоюымыздың себебі тауықтың төс еті жақсылап маринатталу керек. Келесі кезекте салатқа керекті көкөністерді ұзынша етіп тураймыз. Ең алдымен осылай тәтті бұрышты ұзынша және өте жіңішке етіп тураймыз. Видеода көрсетілгендей етіп турау міндетті. Келесі кезекте қиярды ұзынша етіп турап аламыз. Достар, біздің жасап жатқан салатымыз ащы салат болғандықтан, міндетті түрде осылай жартылай ащы бұрышты қосамыз. Жартылай ащы бұрышты осылай жіңішкелеп тураймыз да, одан кейін тағы да ұсақтап тураймыз. Өте аз мөлшерде қостым. Сіздерде өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қосуларыңызға болады. Келесі кезекте пиязды өте жіңішке етіп, осылай ұзыншалап турап аламыз. Достар, біздің жасап жатқан салатымызға ерекше дәм беретін бұл әрине кинза. Кинзаны да өте ұсақ етіп турап аламыз. Ендігі кезекте салаттың барлық құрамын біріктіруге кірісеміз. Тауықтың төс еті осылай жақсылап маринатталды. Үстіне осылай тәтті бұрышты, қиярды, жартылай ащы бұрышты, пияз, кинзаны, өте ұсақ етіп туралған чеснокты және татымына қарай тұз, қара бұрыш және 1-2 қасық соя соусын құйып, ең соңынан зәйтүн майын құйып, салатты жақсылап араластырамыз. Құрметті менің көрермендерім, сіздерге осы салатты жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте керемет және дәмді болады. Кез келген мерекелерде, қонақ күткенде жасауға болатын салаттың түрі. Сіздермен өзімнің рецептімен бөліскеніме өте қуаныштымын. Сіздер де жасап көреді деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, қараңыздаршы, өте аз уақыттың ішінде біздің салатымыз дап-дайын болды. Достар, келесіде менен қандай рецепт күтесіздер? Комментарий бөліміне жаза отырыңыздар. Менің арнамнан жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын.